Сәлеметсіздер ме? Біздің Қытай тілін 5 минутта үйренеміз сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз өзіміздің туылған күнімізді айтуды және сандарды және басқа біреудің туылған күнін сұрауды үйренеміз. Бүгін бізде біріншісі, сенің туылған күнің қай күні? На тен ши ни де шeng рі. Егер тіке аударатын болсақ, на тен ши деген қай күні. Тек қана на тен деген қай күні. Ши деген ол растау. Көбінесе растау сөйлемдерінде немесе сол сөйлемді растау үшін сұрайтын сөйлемдерде қолданылады. Ниді деген сенің, алдыңғы сабақтарда өттік. Шыңры деген туған күн. Сонда на тен ши ниді шыңры. Сенің туған күнің қай күні? Wo de шыңры ши ай, юе, мына жерге күн, рі. Менің туған күнім 10-шы айдың 5-ші күні деген сияқты. Сол үшін қазір осы жерлерді толтыру үшін біз сандарды үйренейік. Бірінші бізде и, 1 деген сан. И, 2, ар, 3, сан, 4, сы, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Келесі бізде екі сан, яғни 11. Қазақ тілінде қалай 11 болып айтсақ, Қытай тілінде де солай. Ши, и, 10 дегеніміз ши, 1 дегеніміз и. Сондықтан ши, и, келесі 12. Ши, ар, 13, ши, сан, 14, ши, сы. Осылай кезек-кезегімен қазақ тіліндегідей кете береді. Егер 20 болатын болса, ар, ши, 2, 10. Яғни 2 көбейту 10 деген мағынаны беріп 20. 20. Егер 21 болатын болса, 20, 2 көбейту 10 қосылған 1 тең 21. Қытай тілінде осылай айтылады. 20, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25. Ары қарай жалғастырып осылай кете береді. 30-ға барғанда да дәл солай. 30, 3 және көбейту 10. 30, 31, 30, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35. Дәл солай. 100-ге дейін осылай бара береді. 100-ге келгенде өзгешеленеді. Енді осылардың ішінде жоқ санның бірі 0. Лин. Біз жаңа осы сөздерді де өттік. Туған күн мына жерде. Бұл шыңры. Туған күннің қай күн екенін сұрау үшін біз қай деген сөзді қолданамыз. Ол жи. Сұрақ былай болады. Қай айдың қай күні? Жи, жи, қай айдың қай күні? Жи, жыл дегеніміз нен, ай, юе, күн, рі. Енді сандар мен жыл айларды қосып, өзіміздің туған күнімізді айтып көрейік. 我的生日是5月14 日. Менің туылған күнім 5-ші айдың 14-ші күні. Қытай тілінде біздегідей айлардың аты қыркүйек, қазан, қараша демей, тіке 10-ші ай, 1-ші ай, 2-ші ай деп аталады. Сол үшін тағы да бір мысал. 我的生日是 менің туылған күнім 2月29 日. Менің туылған күнім 2-ші айдың 29-ші күні. Енді осы сандарды қолданып, осы жердегі бос орындарды толтырып, сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіз осы сабақты қайталап көріңіз. Келесі сабақтарда кездескенше.